Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін жетілдірілген бәсеке нарығындағы фирманың табыс түрлерін есептейміз, сонымен қатар пайданы максималдандыратын өнім көлемін анықтауды үйренеміз. Алдарыңыздағы кестеде бірінші бағанда өнім көлемі берілген, ол 1 данадан 8 данаға дейін өседі. Екінші бағанда тауар бағасы берілген, біз оны ағылшын тіліндегі сөзбен price деп белгілейміз. Бағамыз 7 теңгеге тең. Енді біз сіздермен жалпы табыс, орташа табыс және шекті табысты есептеуіміз қажет. Жалпы табысты есептеу үшін біз тауар бағасын сатылған өнім көлеміне көбейтеміз. Бір өнімді сатудан түскен жалпы табыс тауар бағасына тең болады. Біз 8 дана өнімді 7 теңгеден сатсақ, біз 56 теңге табыс аламыз. Орташа табысты есептеу үшін біз жалпы табысты сатылған өнім көлеміне бөлеміз. TR бөлінген Q. Және осы формуланы көшіреміз де басқа бағандағы орташа табысты анықтаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, әр өнімді сатудан түскен орташа табыс 7 теңгеге тең, демек тауар бағасына тең болады. Ал енді соңғы бағанда біз шекті табысты анықтауымыз керек. Шекті табысты анықтау үшін жалпы табыстың өзгерісін сатылған өнім көлемінің өзгерісіне бөлуіміз керек. Бұл дегеніміз не? Мысал үшін, сатылған өнім көлемі 1 данадан 2 данаға дейін өзгерген жағдайда жалпы табыс 7 теңгеден 14 теңгеге дейін өзгереді. Енді шекті табысты есептеу үшін осы жалпы табыстағы өзгерісті, демек 14-тен 7 теңгені азайтамыз және бөлеміз өнім көлеміндегі өзгеріске. 2 данадан алдыңғы өнім көлемін 1 дананы шегереміз. Сондағы қосымша бір өнім данасын сатудан түскен табыс 7 теңгеге тең болады. Және осы формуланы біз ұзартатын болсақ, әр қосымша өнімді сатудан түскен табыс сол өнімнің бағасына 7 теңгеге тең екенін анықтай аламыз. Қарап отырсаңыздар, тауар бағасы 7 теңгеге тең, және осы тауарды сатудан түскен орташа табыс 7 теңгеге тең, және әр қосымша өнім данасын сатудан түскен табыс 7 теңгеге тең. Бұндай нәтиже тек жетілдірілген бәсеке нарығында кездеседі. Басқа нарық түрлерінде, монополия, олигополия секілді нарық түрлерінде бұндай нәтиже кездеспейді. Неліктен? Себебі жетілдірілген бәсеке нарығында сұраныс абсолютті икемді болады және барлығы әртүрлі тауар көлемін бірдей бағаға сатып алады. Сондықтан тауар бағасы, орташа табыс және шекті табыс жетілдірілген бәсеке нарығында өзара тең. Құрметті тыңдармандар, ендігі кезекте біз осы жетілдірілген бәсеке нарығындағы фирма үшін шекті табыс пен шекті шығындарды есептеп салыстырайық. Шекті табыс біз алдыңғы кестеде есептедік, және ол әрдайым 7 теңгеге тауар бағасына тең. Енді біз шекті шығындарды анықтайық. Шекті шығындарды анықтау үшін біз жалпы шығындардың өзгерісін сатылған өнім көлемінің өзгерісіне бөлуіміз керек. Қараңыз, сатылған өнім көлемі 0-ден 1 данаға өзгерген жағдайда, осы өнімді өндіруге кеткен жалпы шығындар 3 теңгеден 5 теңгеге дейін өзгереді. Демек, осы жалпы шығындардың өзгерісін 5 теңгеден азайтамыз 3 теңгені, бөлеміз өнім көлемінің өзгерісіне. 1 данадан азайтамыз 0 дананы. Сатылған өнім көлеміндегі өзгеріс әрдайым 1-ге тең. Қараңыз. Мұнда 0-ден 1-ге дейін өседі, мұнда 1-ден 2-ге дейін өседі, сондағы сатылған өнімнің өзгерісі 1-ге тең. Демек, мұнда шекті шығын бізде 2-ге тең болды. Демек, жалпы шығындар 3 теңгеден 5 теңгеге дейін 2 теңгеге өзгерді. Біз оны бөлеміз өнім көлемінің өзгерісіне. Өнім көлемінің өзгерісі 0-ден 1-ге дейін 1 данаға өзгерді. Демек, 2-ні бөлеміз 1-ге, сондағы шекті шығындарымыз 2 теңгеге тең. Енді осы формуламызды басқа
ұзартып басқа бағандардың да нәтижесін анықтай аламыз. Егер де өнім көлемі 1 данадан 2 данаға дейін өзгерген жағдайда, осы өнімді өндіруге кеткен жалпы шығындар 5 теңгеден 8 теңгеге дейін өзгереді. Сонда шығындардың өзгерісі 3 теңге, өнімнің өзгерісі 1 теңге. 3 теңгені 1 данаға бөлетін болсақ, шекті шығын 3 теңгеге тең болады. Соңғы бағанды қарайтын болсақ, шекті шығын 2 теңгеден 9 теңгеге дейін өседі. Бұл дегеніміз не? Шекті шығын дегеніміз әр қосымша данан өнімді өндіруге кеткен шығындар. Демек, бастапқыда 1 дана өнімді өндіруге кететін шығындар 2 теңгеге өзгеретін болса, біз өнім көлемін өсірген сайын, әр қосымша өнім данасын өндіруге кететін шығындар өседі. 2 теңгеден 9 теңгеге дейін өсетін болады. Енді біз сіздермен осы алдарыңыздағы фирма мәліметтері бойынша фирманың пайдасын анықтайық. Фирма пайдасын есептеу үшін біз жалпы табыстан жалпы шығындарды шегереміз. Және формуламызды ұзартып басқа бағандағы нәтижелерді де анықтаймыз. Фирма пайдасы бастапқыда теріс санға ие болады, демек бұл жабылмаған шығындарға ие болады. Сондықтан және де сатылған өнім көлемі өскен сайын фирма пайдасы өседі, содан кейін барып кемиді. Енді фирма пайдасын талдайтын болсақ, фирма пайдасы қай жағдайда өзінің максималды көрсеткішіне ие болады. Осы фирманың шекті табысы шекті шығындарға тең болған жағдайда фирма максималды пайда алады. Демек, фирманың шекті шығындары шекті табыстан аз болған кезде фирма өндіріс көлемін көбейтеді, ал егер де фирманың шекті шығындары шекті табыстан жоғары болған жағдайда фирма өндіріс масштабын кеміту керек. Егер де біз фирманың шекті табысы мен шекті шығындарын талдайтын болсақ, шекті табыс шекті шығындардан көп болған жағдайда фирма пайдасы өседі. Ал шекті табыс шекті шығыннан аз болған жағдайда фирма пайдасы кемиді. Сондықтан фирма пайдасын максималдандырғысы келсе, шекті табыс шекті шығынға тең болған кездегі өнім көлемін өндіру қажет. Алдымыздағы мысалда фирма өндіруі қажет пайданы максималдандыратын өнім көлемі 6 данаға тең. Кестеде есептелген көрсеткіштерден біз қандай түйіндеме жасай аламыз? Жетілдірілген бәсеке нарығындағы пайданы максималдандыратын өнім көлемін анықтау үшін біз шекті табысты шекті шығындармен салыстыруымыз керек. Егер де шекті табыс шекті шығындардан үлкен болған жағдайда фирма өндіріс көлемін өсіре алады және көп өнім өндіргені дұрыс. Егер де фирманың шекті табысы шекті шығындардан аз болған жағдайда фирмаға көп өнім өндірген тиімсіз, сондықтан өндіріс көлемін азайту керек және аз өнім өндіру керек. Фирма қандай өнім көлемінде пайданы максималдандырады? Фирманың шекті табысы шекті шығындарға тең болған жағдайдағы өндірілген өнім көлемін максималды пайда алып келеді фирма үшін.